Әулет құпиясы 21, 22, 23, 24 бөлімдерін қысқаша шолу етемін. Кинода көріп тұрғандарыңыздай, Синан мен Алтынның қыздары әке-шешесінің қайда кеткенін сұрап жатыр. Қазір келеді деп алдады. Ал мұнда тәтесі айқайлап жатыр. Екі бауыр бір-біріне қас болатын болды. Бұл отбасыға не көрінді? Осы кезде Мелик Гүлшанға да тиісті. Гүлшан болса, қайдағы бір танымайтын Шемшек деген бір кісімен телефон арқылы хат жазып, SMS жазып, үйіндегі болған оқиғалардың барлығын баяндап айтып отты. Негізінде осы Гүлшан әкесін өлтірген секілді. Или әкесі өз-өзіне қол жұмсаған. Әрине, ол Меликтің туған сыйлаған Меликтің құралмен әйелінің басқа біреумен хат жазып жүргенін сезіктенген Сепа кіріп келіп сұрайды, бірақ Гүлшан ақталады. Ал мұнда маған 100 рет қоңырау шалған Мужган деген бір әйел бар, клубта жұмыс жасайды. Сол маған куәгер болады. Менің ешқандай да бұл қылмысқа қатысым жоқ екенін деп ағасы Синан ақталады. Осылайша екеуі бұл жерден жиналып, әрине, алдымен Мужганды іздеп тауып прокуратураға баратын. Жүр бауырым, кеттік деп екеуі бұл жерден шығып кетеді. Осы сәтте Шемшектің адамы осы бір әйел қоңырау шалып, тезірек бауырыңды полицияға тапсыр, Меликті алда Измирге кет деп бұйрық береді. Бірақ оған жыны келеді. Шемшек деген кім деп Синан таңғалады. Телефонмен ұсталып қалған, әрине, Кенжо берген телефонмен ұсталып қалғаннан кейін Меликті жеке темір торға қамайды. Өйткені бұның барлығы Шемшек дегеннің ісі еді. Жалғыз қалған Мелик өз-өзімен жындыра бастайды. Босатшы мені, бұл жерден шығаршы дейді. Десе де Меликке тағы да қастандық жасалады. Бикрам адамдарын жинап, Елмаздың SMS жіберуін күтіп отыр. Яғни Синанның қай жерде екені туралы телефонға SMS келу керек. Десе де Кенжо, сен қайда жүрсің? Сен не бітіріп жүрсің? Біз мұнда Синанды іздеуіміз керек дейді. Өйткені Синанды өлтіру керек. Яғни Бикрам Синанды тауып алып, ешқандай айдағақтың болмасын деп Синанды өлтіргісі келеді. Ал мұнда Мужган деген түнгі көбелек, түнгі клубта жұмыс жасайтын. Осы қызға келіп, барлық дәлелдерді той күні кездескендерін айту, яғни куәгер ретінде Синанды ақтап алу үшін келеді. Осы сәтте танымайтын біраз адамдар келіп қырғын шығарады. Бикрамның да Шемшектің де адамдары келіп Синанды ұстап алып кетеді, яғни Кенжо алып кетеді. Дуғанның көмекшісі Пикрет, аға, айырылып қалдық, Синанды ұрлап кетті дейді. Осы кезде Дуған не істерін білмей қалады. Синан болса, әрине, Кенжо алып барады. Кенжоның мақсаты Синанды әрине Шаглаға апару. Шагла барлық шындықты білгісі келеді. Не үшін әкесін өлтіргенін осы мақсатта. Ал мұнда өз-өзімен сөйлескен, есі кете жаздаған Мелик. Бірақ Меликтің есі кетпесе де арнайы оған дәрі беріліп, тіпті соңғы қоштасу хатына дейін жазып кеткен. Бұның барлығын Шемшек деген әлі де белгісіз біреулер жасап отыр. Яғни Меликті өз-өзіне қол жұмсауға итермелеу мақсаты. Синанды ұрлап кеткеннен кейін Пикрет, Доған, Мужганды осы үйіне әкелді. Бұны көрген Алтын жындана жаздады. Менің күйеуім көңілдесін түрі мынандай ұсқынсыз біреуді таңдапты деп әбден намысынан дейді. Бірақ Мужган ойлағандай ешқандай көңілдес емес еді. Тек жай ғана танысып араласып жүрген адам болатын. Барлық айқай-шу болғаннан кейін Гүлшан, мен шай дайындайын, маған Нұргүл көмектес деп екеуі ас үйге кетеді. Осы кезде Гүлшанның телефонына сенімен өткізген түн керемет болды деген жазу келіп, Нұргүл таңғалады. Яғни Нұргүл Сепа үшін маңызды еді. Енді Сепаны жақсы көруге жол береді. Макейге тамақ дайын деп жатқан, әрине, оның дедем Шагланың досы. Ол аузы жабылмай әлдеңелерді айтып жатқан кезде Макей есіне бірдеңе түседі. Ол яғни баяғыда Макей не үшін сөйлемей жүрген, не үшін осы күнге дейін үнсіз жүргенін осы кинодағы шындық ашылады. Ол осы жас кезінде жүкті болып босанғаннан кейін Тахир мырзаға барады. Әрине 25 жылдан кейін. Сол кезде Тахир бұны тағы да ұрып қуып жүрді. Мен балаларымды да осылай таяқтадым. Мен сені де осылай таяқтаймын деп жас қызды әбден қалағанша ұрады, яғни қамшымен. Соншама содан кейін
әлі де есін жоғалтты да қайтадан сол бір оқиға есіне түседі. Ол соншама таяқ жегеннен кейін сен аузыңды жауып жүр, әйтпесе мен сенің қарындасың, сіңілің екеуіңді де бұл өмірден жоқ қыламын. Әкеңді қалай өлтірсем, сендерді де солай өлтіремін деп қорқытады. Кенжо болса Синанды ұрлап ескі бір сарайға келеді. Ол жерде столға аяқ-қолын байлап, яғни оны сыртынан бақылап тұрған Шагала. Өйткені бүгін бар шындық ашылады. Шагала қасына келіп, үнсіз, ешқандай да әңгіме айтпай, оның басына тапанша тақайды. Яғни Юсуп мырзаны кім өлтірді деген. Ал мұнда Шагалаға Кенжо көмектеді. Өйткені Кенжоның әкесін де өлтірген Бекрам. Сол шындықты бірге анықтамақ. Осыдан кейін Бекрам ағасын ұнатпай жек көріп кетеді. Ол менің әкемді не үшін өлтірді? Сол үшін де Шагалаға көмектесіп жүр. Bir жағынан Шагала жандосы. Шагаланың әпкесі Дидемнен жасырын үйден шығып кетеді де ол Қанжоғылар әулетінің шарбағына келеді. Ондағы күзетшілердің бәрі бұл Шагаланың әпкесі, мүмкін Шагалаға келген шығар деп еш күдіктенбей үйіне кіргізеді. Ал мұнда Синанның көзін байлап қойып, одан сұрақ-жауап алып жатыр.